Сәлем достар, сіздермен бірге Ерке. Достым, осы уақытқа дейін маймылдың үйі қайда болды? Білу үшін менің каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Күні бойы ағаштан ағашқа секірген маймылдар шаршайды емес па? Сол кезде оларға тынығатын үй керек. Маймылдар нағыз құрылысшыға ұқсайды. Олар ағаш басына үлкен ұя салуды біледі екен. Маймылдардың ағаш басындағы үйлеріне адамдар да сиып кетеді екен. Бір қарағанда олар ағаш басында асылып отырғандай көрінеді. Мәнінде олардың астында жайлы төсегі және үлкен әдемі үйі болады екен. Маймылдар өздерін сол үйінде қауіпсіз сезінеді. Мінекей достар, біз маймылдардың үйі туралы біліп алдық. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып кетіңіздер.